Бүгін мен сіздерге өзімнің кішкентай грин оазисім туралы айтып бергім келеді. Мен бір күні бөлме өсімдігін отырғызуға бел будым. Басында мен оған тек қызығушылықпен қарадым. Бірақ күнде су құйып, топырағын қопсытып, күннің көзіне шығарып жүрген сайын, мен оған бауыр басып кеттім. Ол мен үшін жай өсімдік емес, менің досыма айналды. Күндер өте келе, кішкентай жасыл жапырақтар пайда болды. Менің қуанышымда шек болмады. Бір емес, бірнешеу. Мен өз көзіме өзім сене алмадым. Менің өз қолыммен өсірген өсімдігім өскеніне қуандым. Бұл жай ғана бөлме өсімдігі ғана емес. Бұл менің еңбегімнің нәтижесі, табиғатқа деген қамқорлығымның жемісі. Осы тәжірибеден кейін мен табиғатқа қамқор болу өте маңызды әрі қызықты іс екенін түсіндім. Енді менің арманым үлкен бақша отырғызып, оны нағыз грин оазиске айналдыру. Әр адам осындай кішкентай қадамнан бастаса, әлем әлде қайда жасыл әрі таза болар еді. Мен грин оазис саябағына алғаш аяқ басқан сәттен бастап, жүрегім біртүрлі тыныштыққа бөленді. Айналам толған жасыл әлем, табиғаттың құшағында жүргендеймін. Грин оазис атына сай екен, айналаның бәрі жасыл желекке ораныпты. Мына ауа кәдімгі табиғи дем. Қарашы, жапырақтар күн сәулесіне қол созып тұрғандай, олар әр таңды қуана қарсы алып, әр кешті үнсіз шығарып салады. Жасыл шөптің иісі таза ауамен араласып, жанымды сергітті. Табиғаттың мұндай хош иісі тек осындай таза ортада ғана болады. Гүлдер бір-бірімен жарысып, түрлі түске боялып тұр. Әр гүл кішкентай бір әлем, үнсіз ғана сұлулықты паш етіп, айналаны әсемдендіріп қойған.